Исламда ерлі зайыптылардың ажырасу құқығын Алла Тағала ер азаматқа міндеттеген. Бірақ мына бір жағдайларда әйел кісі өзінің күйеуінен ажырасу құқығын талап ете алады. Біріншісі, күйеуінің ауру немесе үзір жағдайы деп айтқан. Екіншісі, күйеуі әйелін асырай алмайтын деңгейде болатын болса. Жалпы исламда отбасын асырау ер азаматтың міндеті. Ал енді үшіншісі, күйеуі тастап кетсе немесе жоғалып кетсе, өлі не тірі екенін білмейді, одан еш хабар жоқ. Осы жағдайда әйел кісі 4 жыл күйеуін күтеді. Егер 4 жылдың ішінде күйеуі келмейтін болса, әйел ажырасуды талап ете алады. Кім арқылы? Әрине сот арқылы. Төртіншісі, бірге тұра алмайтын деңгейде әйелі күйеуінен жәбір көрген болса, қиындық, зорлық көрген болса, осы жағдайда әйел күйеуінен ажырасу құқығын талап ете алады.